Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құлпынайдан варенье жасап көрсетемін. Бұл варенье өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен біз барлық құлпынайларымызды жуып тазалап, бөліктерге бөліп, егерде құлпынайымыз қатты кішкентай болатын болса, оны сол күйінде қалдырып, ал егер үлкен құлпынайларды екіге бөліп саламыз. Сосын үстінен қантымызды қосып, барлық мөлшерлерін астында описанияда қалдырып кетемін. Қантымызды қосып бір түнге, яғни 12 сағатқа суы қатты шыққанша қалдырып қоямыз. Мен солай қалдырдым. Міне біздің вареньеміздің суы шығып әдемі болып тұрды. Енді оны отқа қойып, қатты бұрқ етіп қайнағанша бір рет қайнатып аламыз. Сосын астын өшіріп, біраз уақытқа 12 сағатқа, 8 сағатқа жақсылап суытып аламыз. Міне біздің вареньемізді қатты бұрқ етіп қайнады. Оны келесі жағына айналдырып тұрып, менде газымның екі жаны жанып тұр. Енді оны келесі жағына аунатып, ауыстырып отырып қайнатып аламыз. Астын міндетті түрде қозғап тұрғанымыз жақсы, өйткені асты жабысып кетпеу үшін. Бірақтан асты жабыспайды, біздің құлпынайымыздың суы көп, сондықтан қатты қозғау маңызды емес. Оған дейін мен ыдыстарымды дайындап алдым. Барлық банкамды жақсылап жуып шайып, оны біз банкының барлығын парлап аламыз. Ішіне қайнаған ыстық суды құйып, бетін жақсылап жауып, 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Егер сіздер банкілеріңіздің қақпағы осындай видеода көрсетілгендей қақпақ болса, оны біз ыстық суға салып аламыз. Енді біздің вареньеміз толықтай суды, оны сосын қайтадан отқа қойып, тағы да жақсылап қайнатып, сосын біз ыдысымызға құя береміз. Ішінде парлаған суымыздың барлығын төгіп тастаймыз. Міне барлық вареньені ыдысқа құйып, қақпағын қатты жауып, ауа өткізбейтіндей етіп жауып аламыз. Сонымен біздің вареньеміз дайын болады. Қысқа қорықпай сақтасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.